Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бірге бір жасағаннан ақ мінсіз болып шығатын, өте биік болып көтерілетін, әрі жұмсақ болып шығатын кекстің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Міндетті түрде ыдыстарыңыз таза әрі құрғақ болуы тиіс. Үстінен қантымызды салып миксерлейміз, немесе венчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Араластырып алдық. Енді үстінен сұйық майымызды және сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес. Өз қалауларыңыз бойынша үстінен ванилин қоссаңыздар болады. Миксерлеп аламыз. Содан соң үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер. 2-ге немесе 3-ге бөліп салыңыздар. Ұнымыздың үстінен қопсытқышымызды қосамыз, немесе ас содасын қолдансаңыздар да болады. Төменге толық құрамын жазып кететін боламын. Описание бөлімінен көре аласыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды ешқандай іртік болмауы тиіс. Мінекей достар, бізде осындай қоймалжың масса дайын болды. Енді біз оны формаларымызға салатын боламыз. Әр формаға 1,5 ас қасықтан саламыз. Қызып тұрған 170 градус пеште 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар.